Шардара ауданындағы барлық білім ошақтарында оқушылардың қауіпсіздіктеріне байланысты ережелер қатаң түрде сақталған. Осы орайда мектептерде толықтай бейнебақылау камералары мен дабыл қаққыш жүйелері іске қосылған. Сондай-ақ оқушыларға берілетін бір реттік ыстық тағамдар да талаптарға сай. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Шардара аудандық адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты 30-дан астам білім ұясы бар. Оның жартысынан көбі ауылдарда орналасқан. Бүгінде білім ошақтарының бәріне де қауіпсіздік ережесіне сай дабыл қаққыштар мен бейнебақылау жүйесі толықтай орнатылған. Қауысбек Тұрысбеков ауылдық округіндегі Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінде оқушылардың қауіпсіздігі үшін барлық жағдайлар жасалған. Екі ауысымда білім беретін мектепте оқушылар ата-аналарынсыз үйлеріне жіберілмейді екен. Себебі балалардың қауіпсіздігі біздің басты назарымыз дейді мектеп басшысы. Осы оқушыларды тосыннан сырттан келген қауіптерден сақтау мақсатында бейне бақылаулар жұмыс жасалады және дабыл қаққыштар жұмыс жасайды және мүгедектер үшін арнайы қоңырау белгілері қойылған. Солардың барлығын жұмыс етіп біз қадағалап отырамыз. Шардара ауданы бойынша бүгінде 3000-ға жоқ бала мемлекет тарапынан бір реттік ыстық тамақпен қамтылған. Оқушыларға күнделікті бекітілген ас мәзіріне сай тағамдар беріледі. Тағам түрлері ережеге сәйкестендіріліп, санитарлық талаптар бойынша тексеріліп отырады. Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінде 60 оқушыға ыстық тағам беріліп келеді. Олардың 38-і жоғары сыныптың, 22-сі бастауыш сыныптың оқушылары. Картошка, борщ, сәбіз, салат, нан, алма дейтін заттарды береді бізге. Аталмыш аудандағы Қауысбек Тұрысбеков ауылдық округінде қос білім ошағы бар. Кеңестік кезеңнен бері келе жатқан білім ұясында қауіпсіздік ережелерінен бөлек дәл қазіргі таңда қосымша 60-тан астам спорттық және мәдени үйірмелер жұмыс жасауда. Оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану үшін барлық жағдай жасалған. Заманауи күрес залы, домбыра үйірмесі, ауылдың тарихы мен тағылымына бай музей қызметі оқушылардың болашағын жарқын білімді болып өсуіне өз ықпалын тигізері сөзсіз. Шардара ауданынан Гүлнар Асқарқызы, Нұржан Сейдазимов, Қуаныш Әуелбеков, Лола Розметова, жаңалықтар.